Сәлем достар, біздің қарастыратын тақырыбымыз жалпы кесте реляциондық деректер моделінің қасиеттері. Реляциондық деректер қоры бұл кестелерден тұрады. Бұны енгізген 1970 жылы Эдгар Кот болған. Relation сөзі негізі қатынас, байланыс деген сөзді білдіреді. Реляциондық деректер қорындағы негізгі қасиеттер ол бізде екі баспада берілген. Біріншісі Атамұра болса, екіншісі ол бізде Алматы баспасында. Ең бірінші қасиет ол бізде әр кесте объектінің бір классын сипаттайды деген. Бұл дегеніміз, например, айтатын болсақ, оқушы туралы кесте болатын болса, жалпы оқушылар туралы мәліметті, яғни оқушы классын сипаттайды. Яғни оқушының аты, тегі оқушыға қатысты болу керек деп тұр. Яғни солай. Келесі, әрбір бағанның қайталанбайтын аты бар. Иә, оған келісем. Себебі әрбір өрістің өзінің қайталанбайтын аты болады, және оны екінші рет мысалға бір рет аты дейтін болса, екінші рет тағы да аты дей алмаймыз. Оны біз мысал ретінде былай істесек болады. Например, Open Server Panel. Қазір запустить. И осы жерден PHP админді көрейік. root деген басақ. Так, мына бізде осындай сервер бар, например, информационный схема. Так, бұны алып тастайық. Пока бетик создать базу данных типа, имя базы данных, например, оқушылар болсын. Пока бола берсін. И количество осы жерде имя таблицы кесте бола берсін. Осы жерде количество салып соқ бізде 4 болсын. Осы жерде егер де мен ID деген тег беретін болсам, тура осы жерге ID деген тегті мен сақтай алмаймын. Яғни ID деп мен еш уақытта сақтай алмаймын. Осылайна беретін болсам, маған шығады дублирующий имя ID деп шығады. Яғни мен тура осындай атауды екінші бір кестеге бере алмаймын деген сөз. Келесі, кестелер бағандарының орналасу тәртібі маңызды емес. Бұған келісеміз, себебі қараңыздар. Біз кестені құрып алған соң, яғни қалай көргіміз келеді, солай сұраныс жасасақ болады. Например, тура осы жерден алатын болсақ, қазір мысалға MySQL деген жерде, мысалға таблица дегенді, таблица дегендір ескі жоқ екені, оқушылардың ішіне істейік, мысалға кесте бола берсін, создать етейік та, осы жерге ID, мынақта primary key бола берсін. Так, одан кейін тегі, аты, и мысалға RSM болсын. Осы жерде varchar, мысалға 30 таңбадан тұрсын, мына жерде тоже varchar 30 таңбадан тұрсын, мысалға. И сохранить ететін болсақ, бізде қараңыздар, кесте дегенге басатын болсақ, менде тура осы жерде ID, тегі, аты RSM деген сияқты тұрды. Осыны мен қазір былайынан көрсем болады. Тура осыны мен қалаған ретім бойынша көре аламын. Ол үшін маған біз сұраныс тілі select SQL дегеніміз, бұл structured query language деген мағынаны білдіреді. Сол себепте бұл жерде SQL сұраныс тілі болғандықтан біз қалағанымызша көре береміз. Например, тегі, аты JSON ID деп те көрсем болады. From кесте деп осы айнанда көре аламын мен. Осы кезде маған тегі, аты JSON ID деп, яғни оның реті қалай тұрған маңызды емес. Мен соңында қалай көргім келеді. Надо будет екеуін ғана қалдырсам да, қажет болған жағдайда да біреуін қалдыратын боламын. Яғни осы кестеде бағандардың орналасу тәртібі маңызды емес. Одан кейін бағандардың барлық мәндері бір деректер типіне жатады. Ол дегеніміз бағана егер естеріңізде болса, жаңа кесте құратын болсам, яғни типті мен int беретін болсам, соответственно, оның ішіне енетін деректердің барлығы, ол не болады? Бізде барлығы int болады. Значит, бұл бізде тоже дұрыс. Кестеде екі бірдей жол болмайды.
Оны біз бағанағы кілттік өрісте айтып кеттік, себебі ID егер де бір рет болатын болса, бірінші номер ID, ол екінші рет тағы да бір бола алмайды. Оны кілттік өріс оны жасауға жол бермейді. И, соответственно, кестелердің жолдар реті анықталмаған. Бұл да яғни шындық, себебі қазір кесте деген болсын, кестенің ішіне мысалға ставить дейік та, осының ішіне былай берейік. ID-ға автоинкремент тұр, но былай бере салайық. Например, тегі или болмаса самат мүсәлі жсн какой-то бір бірдеңе, например 2 и осындай асуши кибуши и какой-то бір иіні бар, например, да, вперед дейміз. Осы жерде менде уже екі кесте бар. Тура осы жерде мен осы ID-ді, яғни наборотынан бере аламын. Соответственно, тегі деп бере салам. Сонда менде қарасаңыздар, тегі бойынша сұрыпталған кезде жолмен екі жолдың орны ауысып кетті. Негізі басында самат мүсәлін енгізген болсам, қазіргі кезде асуши кибуши бұл бірінші орынға өтіп кетті. Сол себепті де бұлардың жолдар реті анықталмаған болып тұр. Тура осындай деректерді реляция процесте, яғни бізде Алматыда не деп айтқан? Кеседе екі бірдей жазбалар болмайды деген. Бұл бізде кеселерде екі жоллар болмайды деп айтқан. Ең болмағанда бір болған болады деп айтқан. Яғни кем дегенде бір өріс обязательно кестеде болу керек деп айтқан. Кестеде барлық өрістер дара, яғни бір түрге ие деген сөз. Ол значит, кестеде егер ID деген болатын болса, екінші рет ID бола алмайды деп тұр. Кестенің әрбір элементі директің бір элементі, яғни кестенің элементі это есть, директің элементі это yes. Ясына ол әрбір өріс бірегей атқа ие болады, яғни бұл да намен мынаудың барлық, яғни тура екеу бірдей. Бұл жерде бірдей түрге ие деп атқаны, яғни бірдей типте болады деп жатыр екен. Мына жерде бірдей атқа ие болады. Кестелердің жазбалары еркін, деректердің түрін өрістер санымен сипатталады. Яғни бұл жерде еркін деп атқанымыз, ол бізде жолдардың реті анықталмаған дегенмен тең. Деректердің түрінің өрістер санымен сипатталады. Ол да тип беру деген сияқты типі мағына. Кейін кестенің қатары мен бағаны қиылысқан жерде тек жеке бір мән болады. Себебі ол жерде үй ашық деп аталады. Үй ашықтың ішіне бір ғана мән бере аламыз. Жалпы осындай қасиет бар, және осыларды жаттау арқылы сіздерге ұбт-да +2 балл. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.